Саламатсыздар ма оқушылар? Балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Загадки весны. Упражнение первое. Тыңдаймыз. Весна тақпағы. Отшумела злая вьюга, стала ночь короче дня. Теплый ветер дует с юга, капли падают звеня. Солнце землю накрывая, гонит с нашей горки лед. Тает баба снеговая, и ручьями слезы льет. Балалар, өзінің қыстың салқын ауасы, барлық марозын, боранын бәрі болғаннан кейін қандай мезгіл келеді? Көктем мезгілі келеді. Жылы ауа соғып, күн ұзарып, түн қысқарады. Сол туралы айтылған Ладончиковтың өлеңі. Ары қарай. Балалар, мына жерде бізде мәтін берілген, бірақ кейбір сөздердің орнына сурет қойып қойған екен. Сол суреттерді айтып отырып жазамыз. Наступила весна, көктем келді. Просыпается природа, табиғат оянды. На деревьях появляются новые листья, жапырақтар пайда болды. Прилетели перелетные птицы. Құстар ұшып келді. Они строят себе гнезда. Олар өздеріне ұя салады. Появилась первая трава. Ең алғашқы шөп пайда болды. А с ней и первые весенние цветы. Сонымен алғашқы шөппен гүлдер де пайда болды. Мы называем их подснежниками. Біз оларды бәйшешек деп атаймыз. Балалар, қандай гүлдің атын естідік? Подснежник, бәйшешек. Бұл көктемде ең бірінші шығатын гүлдің атауы. Ары қарай. Придумай. Ойлан көрші, гүлдер сөйлей алады деп ойлан дейді. Олар не туралы әңгіме айтуы мүмкін? Екі көктемде жарып шыққан бәйшешектің әңгімесін құрастырып көр. Жазып көрейік. Балалар, мына жерге сөйлем құрап қойдым мен. Здравствуйте, сказал первый подснежник этой весны. Осы көктемде ең бірінші пайда болған бәйшешек сәлем деді. Ой, здравствуйте, удивилась только что появившийся подснежник. Жаңа ғана пайда болған бәйшешек таң қалып, сәлеметсіз бе деді. Тебе не холодно? Спросил первый. Бірінші пайда болған бәйшешек, саған сен тоңбадың ба деп сұрайды. Сондай екінші пайда болған бәйшешек, сейчас холодно, но думаю, потом к обеду я согреюсь деп жауап берген. Яғни, қазір тоңып тұрмын, бірақ қазір обедке таман, түске таман мен жылынамын деп, ойлаймын деп жауап берген екен. Балалар, бұл менің вариантым. Сіздер қандай вариант айтар едіңіздер? Өз ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Мен күтемін. Ал енді келесі жаттығуға өтейік. Ал енді балалар, бұл жаттығуда мына жерде бізде ұзын сөз берілген екен. Осылардың ішінен табиғат құбылыстар жасырылып тұр. Қандай табиғат құбылыстарын байқап тұрмыз? Менің көзіме ледоход, мұздың, снегоход, одан кейін снеготаяние, яғни қардың еруі. Тағы да қандай бар? Вот, мен байқамай тұрмын. Балалар, өзіңіздің варианттарыңызды жазып кетіңіздерші. Мен тағы да нені көрмей тұрмын?
Снеготайный, ледоход, водоход, пол, снеговод. Снеговод болмайды, иә? Ледовод, ходовод. Мен ғана үшеуін ғана көріп тұрмын. Балалар, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Жарайды ма? Ал мен келесі жаттығуға өте беремін. Ал енді балалар, бұл жаттығуда мына тақпақты жаттап алуымыз керек. Ледоход, лед идет. Вышел на берег народ. Смотрит, как река играет, лед в кусочки разбивает. На реке треск и гром, это значит ледолом. На реке лед идет, это значит ледоход. Балалар, бағанағы жерде ледолом деген кіре ме? Лом деген жоқ, иә? Бұны жаттап алуымыз керек, балалар. Назови существительные и глаголы. Балалар, существительныйді бір сызықпен, глаголды екі сызықпен сызып шығамыз. Ледоход. Что? Ледоход. Яғни, бұл это имя существительное. Что идет? Лед идет. Лед что делает? Лед идет. Идет глагол. Вышел на берег народ. Кто вышел? Народ вышел. Народ что сделал? Народ вышел. Вышел глагол. Народ имя существительное. Что делает? Смотрит. Это глагол. Что играет? Река играет. Река что делает? Играет. Лед в кусочки разбивает. Что разбивает? Лед разбивает. Лед что делает? Разбивает. Яғни екі сызықтың барлығы глагол, бір сызықтың барлығы имя существительное. Сұрақтарға мән береміз, мен айтып. На реке треск и гром. Что на реке? На реке треск и гром. Что это значит? Это значит ледолом. На реке что идет? Лед идет. Лед что делает? Лед идет. Что это значит? Это значит ледоход. Түсіндік па, балалар? Бір сызықпен сызылғанның барлығы имя существительное, екі сызықпен сызылғандар бұлар глаголдар. Келесі жаттығуға өтеміз. Балалар, мына жерде бізде үлгі бойынша сұрақ қойылған және сол сұраққа жауап берілген. Бізде енді мына жерде 4 сұрақ бар. 4 сұраққа үлгіге қарай отырып жауап жазуымыз қажет. Кому ты рассказал о весне? Көктем туралы сен кімге айттың? Мой брат, яғни ағама. Енді осыны жауап ретінде я рассказал о весне моему брату. Мен ағама көктем туралы айттым. Мен мына сұрақтарды жазбаймын, тек қана астына жауаптарын жазып өтемін. Кому ты подарил рисунки о весне? Я подарил рисунки о весне моей бабушке. Я подарил моей бабушке, немесе рисунки о весне. Көктемді туралы суреттерді әжеме сыйладым. Екінші сұрақтың жауабы. Кому ты послал фото о весне в Казахстане? Мой знакомый, танцыма дейді. Я послал фото о весне моему знакомому в Казахстане. Арғарай, үшінші сұрақтың жауабы. Кому ты рассказал стихотворение о весне? Наш преподаватель. Я рассказал стихотворение
стихотворение о весне нашему преподавателю. Мұғалімге айтып бердім дейді. Кому ты отправил смс-сообщение о ледоходе? Мои друзья. Я отправил смс-сообщение о ледоходе моим друзьям. Балалар, түсіндік пе? Яғни бірінші сұрақта бүйтіп сұрақ қойып тұр. Сен көктем туралы суреттерді кімге бердің? Қасына менің әжем деп жазып отыр. Соны біз мен әжеме көктем туралы суреттерімді бердім деп жауап бердік. Я подарил моей бабушке, немесе своей бабушке. Өзгертіп жіберейінші, своей бабушке. Ол дұрыс сұрақ болатын сияқты. Своей бабушке рисунки о весне. Кому ты послал фото о весне в Казахстане? Мой знакомый. Сен Қазақстанның суретін, көктемгі суреттерін кімге жібердің? Танысыма деп тұр. Менің танысым деп тұр. Соны мен танысыма Қазақстанның көктемі туралы суреттерді жібердім деп біз жауап бердік. Я послал фото о весне моему знакомому в Казахстане. Деген сияқты сұрақтарға жауап бердім. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Тұра тұрыңыздар. Мына жерде тағы да бір жаттығу бар екен. Қазір қарап өтейік. Мына жерде балалар 7-ші жаттығу бар екен. 3-4 сөйлем құрастырып жаз дейді. Мына суретке қарай отырып 3-4 сөйлем құрастырып жазу керек. Балалар, қарашы, бұл қай мезгіл? Ол үстіне не киіп алған? Ол не істейін деп тұр? Ойланайық, жауап берейік. Жарайды ма? Балалар, мен мына жерге бұндай сөйлем құрап қойдым. Мальчик хотел покататься на санках. Ол шанамен ойнақысы келді, бала. Вокруг снег таял, появились первые подснежники. Жан-жағына қараса, қар еріп, алғашқы бәйшектер шыға бастаған екен. Сондықтан и мальчик загрустил и пошел домой. Бала күрсініп, үйіне қайтты деген сөйлем құрадым. Балалар, сіздер не ойлайсыздар? Ойларыңызды міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Мен күтемін. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Лайк қойып, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемат болыңыздар.